Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біз бүгін алтын жүзік ертегісін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Ертеде бір ханның екі қызы, бір ұлы болыпты. Үлкен қызы жаннан асқан сұлу екен. Күндердің бір күнінде қыз қолындағы алтын жүзігін жоғалтып алыпты. Әкесі, кім қызымның алтын жүзігін тауып берсе, қызымды соған беремін деп ел-елге жар салыпты. Қызды аламыз деп дәме қылған адамдардың ешқайсысы да жүзікті таба алмапты. Хан жарлығын естімеген бай баласы қорадан тауып алған жүзігін әкесіне әкеп беріпті. Хан жарлығы екі болмайды деген оймен хан қызын өз ұлына қоспақшы болып, көрші ел халықтарын тойға шақырады. Жан жаққа кісі шаптырады. Хан қызын ұлына беретін болыпты деген лақап тарайды. Бұл сұмдықты естіген қыз арсыз әкенің әміріне көніп, өз ағама әйел болғанша қаңғырып өлейін деп, той бастар алдында жасырынып, өз үйінен бір түнде қашып шығады. Бірнеше күн жүріп, тау ішіндегі бір үйге келіп паналайды. Хан қызының жоғалып кеткенін естіп, тас талған болып ашуланып, жан жаққа іздеушілер жібереді. Қаншама нөкерімен ханның өзі де іздеп шығады. Айлар, күндер іздеп қызды таба алмайды. Бір күні қыз өзінің үңгірінен шығып, тау бөктерінде жетектеріп жүргенде, хан көріп қалып, қызына қарай айқайлап жүгіреді. Бірақ қыз үңгірге кіріп кетеді. Есік тарс жабылып қалады. Үңгірдің есігі ашыл десе ашылып, ашылма десе ашылмайды екен. Сонда хан келіп, ашыл, мүлдем ашыл, дидарыңмен шашыл, мен қызымды көрейін, шашын талдап өрейін деп жылайды. Жабылған есік қайта ашылмапты. Есік түбінде қыз тұрып, ашылма мүлдем ашылма, дидарыңмен шашылма, мен әкемді көрмейін, өрмей-ақ қойсын шашымды депті. Хан есіктің ашылмайтынын біліп, жылап үйіне кетіпті. Ханнан кейін қыздың шешесі мен ағасы келіп ашылуын сұрайды. Қыз бұларға әкесіне берген жауапты беріп, есікті ашпай қояды. Ең ақырында қыздың 10 жасар сіңлісі келіп, ашыл мүлдем ашыл, дидарыңмен шашыл, мен тәтемді көрейін, шашын талдап берейін депті. Тәтесі сіңлісі даусын естіп, қаншалықты өзін берік ұстаса да, көңілі босап, жылап жібереді. Сонда да есікті ашпауға тырысады. Ашылма мүлдем ашылма, дидарыңмен шашылма, мен сіңлімді көрмейін, өрмей-ақ қойсын шашымды депті. Кішкене сіңлісі енді не істерін білмей тұрғанда, екінші бір сайдан келе жатқан бір топ қасқырды көріп, шырылдап жылап жібереді. Қасқырға жем етемін демесең, есікті аш дейді. Тәтесі шыдай алмай, есікті ашып жібереді. Бірін-бірі сағынып апалы сіңлі екі қыз жылап көріседі. Тәтесіне қараса әбден жүдеген, бұрынғы алмадай алқызыл беті бозарып солған, көп жылағандықтан ісініп, мөлдір қара көздері ыстық жасқа толған, қылтадан төмен түсетін ұзын, қою қолаң шашы тарқатылған, қайғылы тәтесінің бауырына кіре түседі. Екі бауыр құшақтасып отырып, мауқыларын басады. Бұлар енді елге қайтпақшы болып, сіңлісі екеуі күн-түн демей жол жүріпті. Бір күні күн ыстық болыпты. Кішкене қыз келе жатып жолдағы қара судан еңкейіп, су ішіпті де маралға айналып кетіпті. Қыз тағы да бір бақытсыздыққа ұшырағанын қапаланып жылап, маралын жетектеп, жылап келе жатып, бір ауылдың сыртындағы құдықтың түбіне келіп, маралын суарып, оны құдықтың түбіндегі терекке байлап, өзі
теректің басына шығып отырады. Бір күні мыстан кемпір су алуға құдыққа келеді. Құдыққа тал басында отырған қыздың суретін түсіп тұрады. Мыстан қызды құдықтың ішінде отыр деп ханның уәзірлеріне хабар береді. Ханның 40 уәзірі ұзындығы 40 құлаш арқанмен құдыққа келіп, арқанды құдыққа салып, өздері бірінің артынан бірі ұстап тұрып, тартып қалғанда бәрі шалқасынан құлапты. Сонда теректің басында отырған қызды көріп, сұлулығына таңданып, қызды ханға ертіп әкеледі. Ханға қыз өте ұнайды. Ханның жас өте сұлу баласы болады. Балаға да қыз ұнайды. Хан қызды баласына әпермекші болады. Бірақ қыз оларға: кімде-кім менің маралымды бағып-қағып өсірсе, соған күйеуге шығамын дейді. Хан қыздың тілегін береді. Қызға да хан баласы ұнапты. Сөйтіп хан жан-жаққа жар салып, ел жинап 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, қызды баласына қосыпты. Осыдан бастап бұлар бақытты тұрыпты. Маралды қайтадан адамға айналып, сіңлісі қыз қалпына келіпті. Ер жетіп, тәтесінің орнын басып, үлкен бойжеткен қыз болыпты. Ханның баласы мал-малданып, жан-жанданып, бала шағалы болыпты. Апалы сіңлілі екі қыз мұраттарына жетіпті. Құрметті оқырмандар, сіздерге алтын жүзік ертегі ұнаса, парақшаға тіркеліп, лайк басайық. Сонымен қатар қазақ каналының дамуына үлес қосыңыздар. Келесі ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.